Ұлттық қордан балаларыңызға түсетін ақшаны қалай тексереміз? Бірінші Хромға, яғни Googleға кіріп, өзіңіздің поискке нацфонд детям деп жазамыз. Осы жерде сіздерге бірнеше сілтеме шығады. Оның ішінде менде үшінші шығып тұр, kids.fond.kz деген сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін иін ребенка деп тұрады. Осы жерге баланың иін жазамыз. Егер пайдалы ақпарат болса, сіздерге лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Год рождения деген жерге баланың туылған жылын жазамыз. Астына балаңыздың туылған жылын жазасыз, проверитті басасыз. Осы кезде сіздің счетыңызға, баланың счетына ақша түскен түспегендігі туралы ақпарат шығатын болады. Мұнда сіздерге доллармен және теңгемен де қарауға болады. Бұл бала 18 жасқа толғаннан кейін өзі жұмсай алатын қаражаты болып табылады. Яғни оны үй алуға немесе оқуға төлеуге болады. 2026 мен 2023 жылғы балалар арасында тексеруге болады.